Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен капкейкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамыз әппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз, шамамен 5 минут көлемінде. Біздің жұмыртқалы массамыз дәл осылай әппақ болып көпіруі қажет, және де массамыз 2 есе ұлғаюы керек. Келесі кезекте сүт және сұйық майды қосып, тағда миксерлейміз. Өте ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Келесі кезекте алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де қопсытқышымызды қосамыз. Осылай ұнымыз бен қопсытқышымызды араластырып алып, 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Ұнның екінші бөлігін қосамыз. Миксерлеген кезде ұнымыз шашырап кетпес үшін миксермен осылай кішкене қозғап аламыз. Содан соң миксерлейміз. Осымен біздің капкейкидің қамыры дайын болды. Енді арнайы капкейкидің формаларына құятын боламыз. Осылай арнайы капкейкидің формаларына құйып шығамыз. Жарты бөлігіне дейін құямыз. Егер толтырып құятын болсаңыздар, капкейки піскен кезде, яғни ішіндегі бисквиті піскен кезде сыртына ағып кетеді. Формаларға құйып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Енді келесі кезекте капкейкидің кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 33-35%-дан жоғары салқын сливки қажет. Сливкиге қант ұнтағын қосып, тағда миксерлейміз. Қант ұнтағы болмаған жағдайда қанттың өзін қосып пайдалансаңыздар болады. Кішкене миксерлегеннен кейін келесі кезекте творожный сыр қосатын боламыз. Творожный сырды осылай алдын ала бөлек ыдысқа кішкене миксерлеп аламыз. Сонда біздің креміміз түйіршіктер болмай, әдемі біркелкі болып шығатын болады. Міне біздің кекстеріміз, яғни бисквитіміз пісіп шықты. Осындай әдемі болып, биік болып шыққан. Осылай пісіп шыққаннан кейін ортасын қасықпен ойып алып, ортасына кез келген вареный сгущенка немесе тосап құйып, начинка пайдалансаңыздар болады. Немесе осылай начинкасыз бетіне кремін құйып, әдемілеп жасасаңыздар болады. Енді капкейктердің бетін әсемдейтін боламыз. Үйде кез келген бар жеміс-жидектермен осылай әсемдейміз, және де пасовкалар пайдалансаңыздар болады. Осымен біздің өте дәмді және де тез дайын болатын капкейктеріміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңізге ұнайтын кез келген насатканы пайдалансаңыздар, кремдеріңіз әдемі болып шығады. Видео рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.